Сәлеметсіз бе? Менің есімім Ақкенже Жұмабекқызы, әйел және отбасы психологы. Бұл видеода мен мотивация туралы айтатын боламын. Мотивация дегеніміз не? Адамға мотивация не үшін қажет? Шынайы мотивацияны біз қаяқтан аламыз және ол қалай қалыптасады? Және мотивацияның нәтижесі не нәрсеге алып келу керек деген осындай сұрақтарға осы видеода жауап беретін боламын. Сонымен қатар, егер де сізге психология қызық болатын болса, өзіңді тану тақырыбы қызық болатын болса, онда каналыма тіркелуге шақырамын. Себебі каналымда психологияға қатысты қызықты әрі пайдалы ақпараттар жеткілікті. Сонымен мотивация дегеніміз не? Мотивация дегеніміз ол адамның бойында қозғалу үшін, әрекет ету үшін оянатын, былайша айтқанда, желание. Яғни, желание бар ма, адам қозғалады. Желание жоқ па, онда әрекет те жоқ. Сондықтан да біздер мотивацияны не істейміз? Іздейміз. Мотивация іздейміз. Және де көп жағдайда біз мотивацияны дүниелік нәрсеге жету үшін іздейміз. Бай болу үшін іздейміз, үйіміз болса деп іздейміз, машинамыз болса деп іздейміз, жақсы табысымыз болса деп іздейміз. Бұл жаман емес негізі. Яғни адамның төрт құбыласының түгел болуын қалауы бұл жақсы. Себебі аш адам ол ешқашан рухани өсейін деген ондай желание болмайды. Сондықтан да адамның базовый потребностьтары жабылу керек. Одан кейін барып адам әрине өзін іздеуге тырысады, өзін табуға тырысады, қалыптастыруға тырысады жалпы. Бірақ негізгі мотивация адамның рухани өсуі үшін өмірінде орын алатын, ол мотивация тренингтен, кітаптан, марафоннан, тағы бір басқа адамдардан алмайтын мотивация. То есть ол жердегі іздеп жүрген ақпараттың барлығы ол бізге мотивация емес. Шын мәнінде. Ол жерден біз білім аламыз. Ол жерде біз өзімізді тануымыз мүмкін. Бірақ адамның бойындағы нақты бір трансформация жасауға қарай итермелейтін мотивация ол бір маңызды адамдармен байланысты болады. И көбінде ол бала күніндегі оның қозғалуына не себеп болды, немесе кім себеп болды, осымен тікелей байланысты. Мысалға, қыз баласын алатын болсақ та, қыз баласы бала күнінде мамасы салқын болды деп айтайық, салқын болды мамасы, и оның махаббатына бөленгісі келді, оның жаңағындай мейіріміне бөленгісі келді, мамасының мақтау сөздерін естігісі келді, и осы ол үшін мотивация, қозғалу үшін оған, сабағын жақсы оқу үшін, үлгілі оқушылардың қатарында болу үшін, жақсы оқушылардың қатарында болу үшін оған кәдімгідей мотивация болды бұл. И ол нәтижесінде сабағын жақсы оқып, үлгілі оқушы болып, тәртіпті оқушы болып, ұқыпты оқушы болып, мамасының мақтауын, махаббатын, ілтипатын, мейірімін алады. И енді қараңыз, ересек өмірде бұл қайталанады. Скорее всего, ол дәл сондай жаңағындай жұп өзіне таңдайды, салқын, жанына жақындатпайтын, просто да қарамайтын, оның көңілін аулау керек, оған дәлелдеу керек, оған көрсету керек, оның алдына шығу керек, осындай жұп өзіне жар таңдайды. И ол соны жасап жүреді, ол жар оған мотивация болады, жақсы адам болу үшін, жақсы бір жетістікке жету үшін, рухани өсу үшін ол оған бір не болады, мотивация болады. Бірақ бұл не істеді? Бұндай мотивация көп жағдайда адамға не береді? Көңіл қалу, разочарование. Неге? Себебі шынайы адамның өмірдегі мотивациясы бұл өзінің қара басы үшін болу керек. Яғни мен
өзімнің қара басым үшін рухани өсемін, өзімді тануға тырысамын, өзімді қалыптастыруға тырысамын. Неге? Себебі мен Аллах тағаланың разылығын алғым келеді. Мен Аллах тағаланың сүйікті құлдарының қатарынан болғым келеді. Неге? Тағы да сұрақ. Неге мен Аллах тағаланың разылығын алғым келеді? Неге оның сүйікті құлдарының қатарынан болғым келеді? Себебі ақырет күні Аллах тағала өзінің сүйген құлдарын, разы болған құлдарын жұмаққа не істейді? Орын береді жұмақтан. Негізгі мотивация адам үшін осы болу керек. Бірінші мотивация өзімнің қара басым. Екіншісі Аллах тағаланың разылығын алу. Үшіншісі, иншаллах, ақырет күні Аллах тағала мені жұмақтан орын береді. Негізгі адамның мотивациясы осы болу керек, осы нәрсеге келу керек. Бірақ бұған жетем дегенше адам әуелгі мотивациясының сценарийінен шығу керек. Көбінде ол сол сценарийдің ловушкасында жүреді көп жағдайда. Неге? Себебі сырт көзге қараған кезде ол дұрыс болып көрінеді. Өзі де өзін солай жұбатады. А что плохого в том, что мен өзімнің жарымның көңілін табуға тырысқаным? Неге? Бұл жерде не жаман жатыр? Аллах тағала бұйырды, әйелдерің, әйел адам күйеуінің разылығын алмайынша ақырет күні жұмаққа кірмейді деген бар ғой деген сияқты. Бұл жерде бәрі дұрыс сияқты көрінеді, бірақ адамның разылығын алудың ар жағында негізі Аллах тағаланың бұйрығы тұру керек. Яғни Аллах тағала мына адамға қызмет етуді маған бұйырды, және сол кезде мынау адам разы болған кезде Аллах тағала менен разы болады. Яғни опять-таки все сходится к себе самой, к себе самому, одному единственному. То есть мен не үшін жасаймын оны? Не үшін жасаймын? Өзімнің қара басым үшін жасаймын. Мен өйткені Аллахтың разылығын алғым келеді. Ол үшін мен не істеуім керек? Ол үшін мен күйеуіме бағынуым керек, мойынсынуым керек, мен оның сөзін естуім керек, мен оны сыйлауым керек, мен оны құрметтеуім керек. Осылай болады. Осылай болған кезде ғана сенде дұрыс нәтиже болады. Ал егерде сен мына жерде Аллах тағаланың бұйрығын, жоқ, мен өзім үшін жасамаймын, мен мынау адам үшін жасаймын дейтін болсаңыз, онда ол жерде көңіл қалу, жоғалту, тағы да басқа дүниелер орын алуы мүмкін. Сондықтан да негізгі мотивация ол біздің өзіміздің басымыз үшін, өзіміз үшін жасалған әрекет. Не үшін жасаймыз? Өйткені мен Аллах тағаланың сүйікті құлдарының қатарынан болғым келеді. Және осы жолда мотивация, айттық қой, адамдар деп мысалға сен күйеуінің көңілін табамын деп жүрдің, көңілін қалып қойды, одан кейін өзіңді іздеп бастадың, неге бұл күйеуімнің көңілін таба алмадым, сонша нәрсе жасаған кезімде ол неге менен теріс айналды, неге ол нәтижесінде өйтті, маған бүйтті, сөйтті. Соңында сен не нәрсеге келесің? Оказывается, мен жертва болған екен, оказывается, маған жертва болуға болмайды екен, мен өзімді бірінші орынға қойып үйренуім керек екен деп. Осы жолда рухани өсіп, кейбір адамдар өздерінің өмірлік миссиясын, предназначениясын тауып кетіп жатады. Сондықтан да әуел баста, мысалға, сіздің негізгі мотиваторыңыз кім болды? Мысалы, анаңыз болды, әкеңіз болды да, мына жақта әйеліңіз болды, или күйеуіңіз болды, яғни жұбайыңыз, жан-жарыңыз болды. Олардың барлығына не айту керек? Алғыс айту керек. Ешкімнен, еш жерден ала алмаған мотивацияны олар сізге берді. Сол арқылы сіз рухани өстіңіз, қалыптастыңыз, өзіңізді таптыңыз, өзіңіздің өмірдегі орныңызды таптыңыз, өмірлік предназначениеңізді таптыңыз, тапқан болсаңыз әрине. Осының бәрінің нәтижесінде сіз жалпы тұлға болып қалыптастыңыз. Сондықтан да оларға есту керек, алғыс айту керек. Және де
тағы да бір нәрсе білу керек, бұл сіздің демек сценарий қозғалу үшін да жалпы сондай деген сөз. Яғни сіздің жаңағы салқын анаңыздың көңілін табу арқылы рухани өсуге қарай ұмтылған болсаң, бала күніңізде там үлгілі оқушы, жаңа айттым ғой, сол болатын болса, сіз егер жаңағындай тоқтап қалған жағдайда қайтадан сондай ситуацияны провоцировать етіп тұрасыз. Яғни сіздің өміріңізде тағы да бір сондай адам пайда болуы мүмкін, салқын, сізден теріс айналатын, просто так сізді қабылдамайтын, или қайтадан күйіңіз өзгеріп кетуі мүмкін, да, там сізден теріс айналады, там қарамайды, бағаламайды, и сол кезде сіз қайтадан есіңізді жиясыз да, қайтадан өз-өзіңізге не істеп бастайсыз, қарап бастайсыз, рухани өсіп бастайсыз деген сияқты. Сондықтан да сценарийді де өзгерту керек. Яғни қандай жағдай болмасын, мен өзім үшін әрдайым үнемі рухани ізденіс жолында жүремін. Маған басқа адамдардың ондай қарым-қатынасы әсер етпеу керек, және де себеп болмау керек. Маған былай қараса да, олай қараса да, бұл менің өмірім, менің өзімнің жағдайым, өзім үшін қайта-қайта айтылып жатыр бір сөз. Қара басым үшін өзім әрдайым жасауым керек деген осындай бір мотивацияны түсінікті кәдімгідей прям отырғызу керек. И сол кезде иншаллах сіз әрдайым рухани өсу, іздену, қалыптасу жолында боласыз. Тағы да не айтқым келді? Осы мотивацияға қатысты тағы бір нәрсе айтқым келді. Ойымда тұрды да шығып кетті. Әйел адамдарға қатысты айтқым келді да, что вот әйелдерде мысалға өзі үшін және балалар үшін жасауы мүмкін. Тоқтамай, жоқ, мен тоқтамаймын, өйткені менің балаларым үшін деген сияқты. Және ол да жаман емес негізі, ол да жақсы мотивация. Бірақ негізгі мотивация өзім үшін және Аллах разылығы үшін. Өйткені мен және Аллах разылығы деген нәрсе тұратын болса, адам Аллах тағала қай кезде разы деген сұраққа жауап іздейді. Қай кезде разы? Сен жақсы мұсылман болған кезде, сен жақсы адам болған кезде, сен жақсы жар болған кезде, сен жақсы ата-ана болған кезде, сен жақсы дос болған кезде, сен жақсы бір елдің азаматы болған кезде, сен жақсы бала болған кезіңде өзіңнің ата-анаңа, сен жақсы бауыр болған кезде, осындай кездің бәрінде Аллах менен разы болады деген осы сұраққа осындай жауап алады да. И получается, адам барлық сферасында жақсы болуға, дұрыс әрекет етуге тырысатын болады. Және тағы бір нәрсе ойыма келіп тұрды да, ол да шығып кетті. Хорошо, жақсы. Видео осымен тамам. Сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Видеоға лайк басып, сонымен қатар достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Көңіл бөлгендеріңіз үшін үлкен рахмет.